Ассалаумағалейкум достар. Адам өмірге келген соң биік шыңдарға жету үшін көп еңбектенетіні сөзсіз. Ол үшін оқиды, үйренеді, бірнеше тәжірибеден өтеді. Қазіргі кезде бұқаралық ақпарат құралдары, интернет желісі арқылы танылып жатқан адамдар бар. Соның ішінде ерекше көзге түсетіні Гиннестер рекордтары. Бүгінгі видеомызда осы Гиннестер рекордтар кітабына енген ең ерекшелерін атап көрсетеміз. Сіздерге қызық па? Олай болса кеттік достар. Алтыннан зергер дайындайтын лондондық Ара Казарян әлемдегі ең кішкентай шахматты жасап шықты. Ол қандай шахмат дейсіздер ғой? Қарап көріңіздер. Ең кішкентай пешкісінің өзі 2 мм, ал королі мен ферзі 4,2 мм екен. Шахмат тақтасының ұзындығы мен ені 15 мм екен. Таңғаларлығы, бұл шахматты ақ алтынмен және сары алтынмен араластыра отырып жасағанды. Бірақ та бұл шахматты ойнау үшін көзіңе лупа киіп алып, қолыңа пинцет ұстап ойнауға болады екен. Бұл аздай. Ара Казарян өз рекордын қайта жаңартуды көздеген сияқты. Уақыт өте көре жатармыз. Италия тұрғыны Сильвия Сабба іш киім киюдің жаңа әдісін тапқан сияқты. Қалай дейсіздер ғой? Міне дәл мына видеотағыдай. Онымен қоймай, 30 секундта қанша іш киім кигенін елге көрсетті. Ол бар болғаны 30 секундта 13 іш киім киіп, рекорд орнатты. Осы рекордқа жету үшін көбірек дайындалып, жаттығып жеткен сияқты. Бір айта кететіні, Сильвия көп рекордтардың жеңімпазы. Шашыңды өсірсең де Гиннестің рекордтар кітабына енеді екенсің. Қалай дейсіздер ғой? Ол үшін мына кісі сияқты шашыңды жатқызбай өсірсеңіз болғаны. Лос-Анджелестік Бенни Харлем ерекше шаш үлгісі арқылы рекорд жаңартты. Оның ерекше шаш үлгісі елді таңғалдырыпты. 52 сантиметрге дейін өскен оның шашы ерекше күтімді қажет етіпті. Осы шашты осылай жасау үшін Беннидің 2 сағат уақыты кетеді екен. Ол өзі жасаған шампун арқылы осындай нәтижеге жеткен көрінеді. 47 жастағы неміс тұрғыны Берн Шмидт аузын ашқанда асқазаны көрінеді екен. Кешіресіздер, әрине бұл қалжың. Жай ғана Берннің аузы қатты ашылғаны үшін Гиннестің рекордтар кітабына енген екен. Оның аузы ашылғанда 8,8 сантиметрге ашылады екен. Ол рекордты дәлелдеу үшін 8,8 сантиметрлік темірді аузына салып өлшеген. Оны осы рекордқа жету үшін өзінің баласы кеңес берген көрінеді. Жапондық Садатоши Ватанабе әрқашан рекордсмен болуды армандаған адам. Және де оның арманы орындалды. Ол әлемдегі отырып секіру әдісі бойынша ең жылдам скакалка секіретін адам ретінде Гиннестің рекордтар кітабына тіркелді. Ол бар болғаны 30 секундтың ішінде отырып алып елді жамандамай, 104 мәрте тоқтамай секірген. Онымен қоймай шамалы демалып алған соң, жапондық жігітіміз ұзындығы 10 метрлік, салмағы бірнеше килограмм тартатын скакалканы секіріп, елді өзіне қаратты. Ол 20 мәрте секіріп, тағы да бір рекорд жаңартты. Голландиялық Апхинап Қатангерман бір қолмен, яғни саусақтарының көмегімен шапалақтау арқылы Гиннестің рекордтар кітабына енді. Ол бар болғаны 1 минут ішінде 427 мәрте шапалақтап үлгерді. Бұл жігіттің жылдамдығы таңғаларлық десе де болады. Рекорд орындап жатқанда тек айқын шыққан дыбыстарды ғана санаған. Соның ішінде таза соғылғаны 427 мәрте соғылған екен. Қытайда адам сенгісіз рекорд орындалды. Бұл қандай рекорд дейсіздер ғой? Көп роботтық бір қалыптық би рекорды. Барлық робот жақсы билеп шықты. Бірақ кейбір роботтар көңіл күйі болмады ма, құлап жатып биледі. Рекорд тіркеушілер тек тұрып билеген роботтарды ғана есепке алды. Соның ішінде 1069 робот билеп шықты. Достар, келісесіздер ме? Бұл деген керемет қой. Жаңа технологияның заманы деп осын айт. Бұл роботтың аты Добби. Олар биден бөлек өлеңде айтылады, футболда ойнай алады және де кунг-фу әдісін біледі екен. Достар, сіздерге қандай рекордтар ұнайды? Комментарияға жаза кетіңіздер. 37 жастағы жапондық Юэ Ямада темір шеңберді бағындырған адам десе де болады. Жақында ол әлемдегі өте үлкен шеңберді айналдырып рекорд жаңартты. Бұл алюминийден жасалған шеңбер 5 метр екен. Рекордты жаңарту үшін оған бар болғаны 3 мәрте толық айналдырса жетіп жатты. Бірақ та ол 3 мәрте емес, бірнеше мәрте айналдырды. Қытайлық кунг-фу шебері Ли Вейн әлем рекордын жаңартты. Ли 302 грек жаңғағын қолмен ұру арқылы шағып шыққан. Ол бар болғаны 55,5 секундта шағып шыққан. Бірақ та ол қолын жарақаттап алмас үшін арнайы мата қолғап киген. Малайзиялық жұп Эвери Чин және Сильвия Айлин сахнада адам сенгісіз шоу көрсетті. Сол шоудың арқасында олар Гиннестің рекордтар кітабына енді. Сильвия 1 минуттың ішінде 24 мәрте киім ауыстырып үлгерген екен.
Осы нәтиже арқасында ең жылдам киім ауыстырғыш рекордын жеңіп алды. Достар, бүгінгі видеомызға баға беріп кетіңіздер. Егер де қызық болса, каналға жазыла кетіңіздер. Осындай видеолар әрқашан шығып тұрады.